Кешкі асқа осы лағман түрін жасап, бүкіл отбасыңызды таңғалдырыңыз. Мен әрдайым осы рецептпен жасаймын, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Кафедегі лағмандардан кем емес. Алдымен етімізді видеода көрсетілгендей жұқа етіп турап аламыз. Енді маринадтауға кірісеміз. Тұз, қызыл бұрыш, лотос тұзы, 3 ас қасық соя, 3 ас қасық су. Барлығын араластырып, бетін жауып, бөлме температурасында 1-1,5 сағатқа қоямыз. Барлық көкөністерді видеода көрсетілгендей турап аламыз. Сондай-ақ көкөністер әдемі көріну үшін пышақты көлденеңінен ұстап тураймыз. Сонымен қатар пекин капустасының бізге тек қана қатты жері ғана керек, жұмсақ жерін барлығын алып тастаймыз. Сельдерейде де дәл солай қатты жері керек болады. Қыздар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Еттеріміз көп маринадталса тіпті жақсы, себебі қуырған кезде тез пісетін болады. Алдымен табамызға майды құйып аламыз, көбірек мөлшерде жақсылап қыздырамыз да етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Сарымсақ, пиязымызды салып араластырып 5 минут көлемінде қуырамыз. Мен дайын лағмандарды алып осылай турап алдым. Одан кейін барлық көкөністерді үстіне салып жақсылап бір қуырып шығамыз. 2 ас қасықтай соя, сосын 1 ас қасық томат салып араластырамыз. 3-4 минут қана қуырамыз. Дәміне қарай паприка, қызыл бұрыш, тұз салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін жаңағы дайын лағмандарымызды үстіне саламыз да жақсылап араластырып 5-6 минуттай араластырып қуырамыз. Үстіне кішкене 2-3 ас қасық соя қосып тағы да бір араластырамыз. Осымен лағманымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.